Так, міне зилдің обшивкасын қондырайын деп жатырық. Так, бұда обшивканы қондырмай тұрып, біріншіден мына су жерде, екі жерде, мынау жерде мынадай ушко керек. Көптен міне бұрайтын оңға болт бұралады. Осындай болу керек ана жерде. Екеуі мынада жоқ. Осындай болса, сол төбені қондырмай тұрып, бірінші өлшеп аламыз. Екеуі болады. Осына шет жағынан, ана жағынан, сосын мына алдынан ана жерден былай өлшеп аламыз осыны. Неге десең, төбе қондырғаннан кейін таба алмай қаласың, размерін қайықта бұрайды. Сол өлшеп аламыз. Енді мынада жоқ, кейбірінде болмайды. Бұған енді былай ағаштан істедім. Ана кожа арасы клейленіп тұр. Төбе клейледі, мен осыған шұртпайтын боламын төбе қондырғаннан кейін. Сосын мына проводтарын ыңғайлылыққа бүйтіп, мына проводтарын жерлерін бүйтіп белгілеп қойса болады, ертең табуға оңай болады. Осы. Сосын мына майысқан болса түзетіп салған дұрыс төбені. Әдемі келеді. Так, төбенің арт жағы мына жерге отырады. Мына темір бар ғой. Сосын мына бір темір былай кеткен. Шеге отырады. Төбесі артқы. Сосын төбе қондырғанда по центру қондыру керек. Қондырған кезде бір жағы қисық болып кетсе, мынау резинка болып кетті дұрыс. Мына резинка отыру керек қой қазір. Шеге отыру керек. Қисық бір жағы қисық кетіп қалса, по центр болмаса дұрыс түспейді. Кәне әкеліп салам. Сосын көрсетем қалай екен. Ана бір болт шығып кеткен. Сондайларын қарап бос тұр, мына қысып мынадай болттарын. Так, міне төбені әкелдім. Ода бір люгі бар. Люкті осылай кесіп аламыз. Мына люктің границасы, фанерасы. Енді артықтау қылып кесеміз. Былай кетеді 2 сантиметр артық қылып кесеміз. Артығын қайырылады, болмаса қондырғаннан кесеміз. Неге десең, молдау кесіп жіберсең көрініп қалуы мүмкін. Ана жабатын темір бар ғой. Сосын мына шетінен екі жерден шұрып қалады. Соны көрсетіп кетейін. Так, міне мына жерге отыру керек қой резинка. Қазір төбе қондырғанда. Мынадай темір бар. Осы мына жерде екі темір бар. Мына жерде, мына шетінде. Олар бер жағында қалу керек. Мына темір бер жағында, не бір темір бер жағында қалу керек та, обшивка мына отыру керек қой. Мына темір бер жағында қалу керек та, мынаған түсу керек төбе. Сосын мынаған шұртталу керек. Мінекей темірге. Арасы енді шамалы 2 сантиметр бола ма, болмай ма. Мақта ұзын шұруп емес, кішкентелеу шұруппен осы жерден шұрыптау керек. Расчет алып, қазір мен төбені қондырып, сосын. Так, міне төбені қондырдым жайлап. Қондырғанда просто мінгізіп қойдым мына жағына. Бірінші бір жағын кіргіземіз. Сосын мына келесі жағын ыңғайлы болады. Сосын кейін қарай тартамыз по центру. Міне қондырғанда міне келіп тұрды. Міне ашық қалды. Мынау дұрыс тұрмайды. Дұрыс тұрған жоқ деген сөз. Мына жерге свободно отыру керек. Мына қисық тұр осы тұрғанда. Мына жерде келмей тұр. Осы по центру салсаң, мына бәрі келеді.
Düzeytіп, былай қозғап төбені. Мына жерлерден бейт қозғап. Так, міне төбені орнына отырғыздым. Былай регулировка жасап. Мен жер былай келді. Осылай отыру керек. Міне әдемі. Міне ағда келді. Мына жерде темір бар. Соған отырды. Әдемі. Мына люктің орнында міне. Мына шетімен бірдей темірдің. Яғда почти бірдей тұр bu яғда. Так, осыны осылай әдемілеп, мына шеттен шамалы былай қарай тартып тұрады өзі әдемі орнына. Сосын мына шеттері бар, шетіндегі артық кожаларды бүйтіп арасына қарай кіргізіп жібереміз. Араларына бүйтіп қарай. Мынадай алып баржаны. Осылай кіргізіп аламыз. Енді сосын мына жерді шуруптаймыз. Енді бұда бұрын шурупталған. Оңай болады. Негізі осылай шуруптап алса да болады екен. Оңай болады шуруптағанда. Мына жерде примерно шуруптай қойсын. Қара шуруп болса, краска іліп бана шляпкасын краска жіберсең білінбейді. Яғындай, болса мынадаймен де істеуге болады, мынадай пластмассовый кнопка дейме, мынадай. Сол енді осыны екі жерден бекіту керек, мына төбе қозғалмайтын болды. Так, міне шуруптадық мына жерден. Мына жерден тоже шуруптадық. Міне төбеден екі жерден шуруптадық ағаш. Нормально отырды. Так, енді мына есіктің жоғары жағы шеті. Бұған осындай ағаш болады. Екі тесігі бар. Осыны былай шетінен енді түсіп кетпеске осы. Осылай бекітеміз бұны. Примерно ортасынан шөгіріштен. Бұны мынадай шуруп 25-тік мынау. Нормально. 25-тік осылай бұрап тастаймыз екі жағынан да. Так, міне бұрадық боковой. Итетіп тұрып, жоғары қарай итетіп тұрып бұраймыз осылай. Болды. Төбені бекіттік жан жағынан бәрінен. Енді қазір мына боковойды саламыз бірінші. Сосын мынаны. Так, төбені қондырып болғасын. Енді кезек мына боковойда. Боковойдың арт жақ үш жерде тұратын кусок көзі. Осындай болады форма. Мына жерге отырады. Өзінің орны бар, отырады. Соған отырады, осылай. Сосын осылай отырады да. Бүйтіп қойсаң өзі тұрады, тұр өзі. Енді бұны мына жерден төменгі жағынан осы жерден бір шуруптаймыз. Мына жерден бір шуруп ұстатып аламыз да, сосын мыналардың бәрін, мына жағын бәрін резинка кіргізу керек. Бүйтіп арасына пышақпен, плоский отверткамен де болады. Желіп спокойно кіреді. Төменгі жағынан бастаймыз, жоғары қарай кіргізіп шығамыз да. Кіргізіп шығамыз. Сосын мына жерде өзінің темірі бар, міне. Соған да мына жерден шуруптауға болады енді, әркім өзі біледі енді. Шуруптаса да, шуруптамаса да мықтылыққа. Мен мынаны салып тастайын. Мына жерде екі шуруп бұраймыз астынан, үстінен. Сосын мына жерде боковой бар, соны қондырамыз. Так, міне шуруптадық. Мына жерден бір рет, шетінен бір шуруп. Мына шурупты алдын ала краскілеп алдым, қара баллончикпен. По цвет серый болса, серыймен мынадай краскілеп алсаңдар болады. Қара болса, қара. Так, мынаны астыңғы жағынан бастаймыз. Мынаны жайлап кіреді.
артық жіптер болса қиып деген сияқты ғой. Бір қолмен ыңғайсыз, енді былай екі қолмен асықпай отырып кіргізуге болады. Осындай әдемі болып, заводской сияқты болып киілу керек қой мынау. Осылай киіп шығамыз стакансы. Так, боковойда болдық міне. Мына жерден бір шурупладым. Мына өзінің біткен несі бар. Мына жері шығып тұр ғой. Профиль мына біткен. Жерге бір шурупладым міне. Шетінен, жоғарысынан мына резинкаға кигіздім. Ендігі кезек мынадай ұзыны бар. Үш жерде тұрады мына былайынан. Мына жерде жауып тұрады ғой, жоғары жағында. Оны былай мына аяғы бар ғой. Мына жерге келу керек, шу жерге. Мына жерден 1 сантиметр аламыз. Осылай мынаны енді бір қолмен ыңғайсыз. Екі қолмен жайлап отырып, мына жерге, шу жерге, мына шеті бүйтіп келу керек қой. Анау сияқты резинка астына кіру керек. Сосын мына жерлерде зазор ештеңе қалмау керек. Подгонять етіп аламыз, в общем, осыны ше. Бүйтіп қойып, осылай тұру керек. Подгонять етіп, мына жерден бір шуруппен ұстатып қойын, пока. Бір шуруп ұстатып тастайын. Сосын көрсетемін арқай. Так, мына боковойды былай ұстаттым шуруппен. Осылай шуруппен ұстаттым. Мына жағы. Мынадай. Осылай подгонять етеміз. Асықпай. Мына жерге келу керек қой, осы. Мына жерді бүйтіп қараймыз ғой енді. Артығын қайшымен қиып, қаттығы жібермеңдер, шамалы 1 сантиметр аламыз. Мына шеті болса 1 сантиметр артығымен алып, былай міне. Осы граница 1 сантиметр алып, артығын артына кіргізуіміз керек қой. Сосын мына жерлердің зазорлары әдемі келу керек. Так, мына жер былай. Мына жерде шамалық зазор болды, 5 миллиметр келеді. Негізі мына жерде 1 сантиметр болу керек. Мынаны шумкілеген ғой төбені. 2 слой шумкілеген. Сосын мына қалың негізі былай постоянно қондырып жүргенде мына жерде где-то 1 сантиметр зазор болады. Осындай шумкінің қалыңдығы бері қарай шығып тұр. Осыны әдемілеп, шеті өшелері келеді. Міне осылай. Ендігі шаруа осыны қазір мынаны бірінші былай қиып алам мен, подгонять етіп осылай. Зазор ештеңе қыртыс-мыртыс келмейтін қиып алам. Сосын мынадай двусторонный скотч. Осыны екі шетіне өсу жерлері мына жерден бастап, где-то осыдан былай, мына жерлеріне, мына арт жағынан осы жерлерге мынаны жапсырам. Что енді мына жақта ар жағында шуруптайтын жер жоқ, тұру керек қой мынау. Скотчпен тұрасың деп. Мына қиып алам бірінші. Өлшеп, сосын двусторонний скотч жапсырып, пленкасын алып, и уже жапсырып тастаймыз. Сонымен тұрады әдемі. Ағашы мына жерге де жапсырып жіберсе болады, двусторонний скотч ұстап қалған. Так, міне фломастермен былай сызып алдым границасын. Мынадан где-то 1 сантиметр алдым. Осы сызылғаным бойынша кетем. Сосын артына резинканың астына кіргіземіз. Так, міне
көбөйдү. Кондурдук. Астына киргиздик артыгын. Арасына резинкеге кирди. Şunda şıktı. Necegede жапсыра жибердим. Текстура шаржанда ағаш бар. Ол жақта майыспайды. Теп-тегіс тұрады. Мына жерден бастап осы жерге дейін, мына жерден бастап мына жерге дейін текстурамен скотчпен тұр. Астыда. Осылай ол жақта боковой. Заводскойға ұқсас размер осы. Заводской мынаған тұрады, негізі мына жерге тұрады. Дұрыс келмейді, қарсызданып. Нормальный размер. Так, сосын мынада мына жерінде ушық болады, мынадай. Мынада жоқ енді бұл жерде. Заводскойында мынадай темір болады. Бұл шоқи шығып тұрады мына жерге. Шоқи тұрады. Соны айтайын дегенім, астынан кесеміз. Жер астыңғы жағынан лезвиямен аккуратно кесеміз. Екі шетінен. Жерде шоқиып шығып тұрады ғой. Соны астынан шетінен кіттай до конца емес енді. Шеге дейін где-то. Шеге дейін бүйтіп кессек. Сосын артылған кожасын бүйтіп қайырып, үстің жаңағы арасына қыстырып салып жібереміз. Сонда мұны аккуратно тек темір шықтырады, болды. Дәя болып кейбіреулер кесіп тастайды ғой. Айnen сплошной. Ой, кесудің керегі жоқ. Жаңағыдай тек астынан аккуратно кесеміз. Темір шығып тұру керек қой, болды. Лишний ар жағы көрінбеу керек. Сол осылай. Мына заводской размер үш жерге дейін болады. Кейбіреулер болады енді полный астына дейін. Ода мына боковой төмен қарай кетеді ғой. Мына жерге дейін барады. Мынадан былай. Ол басқа размер. Басқа баға. Заводской осы. Осы қондырдық міне. Так, дәл осылай қылып мына аяғында қондырамыз ғой. Бірінші мына аяғынан бастап, сосын мынаны. Осы екеуін қондырып алғаннан кейін, мына арасын жалғап тұратын бір кусок болады, тұр. Соны қондырамыз. Оны мына арасына саламыз. Болтты мына астына кіру керек үшін. Мына астына кіріп тұру керек та. Шөп топтасам болады үш жерден. Бұны да мына жерден астынан кесеміз. Үш жерден, мына жерден шөптасаң, ол өзі тұрады. Қыстырып. Сосын есіктер енді, есіктер оңай ғой. Бекітіледі ғой. Түсіндірудің қажеті жоқ. Оңай нәрсе ол. Любой адам істей береді. Мыналар енді нәулерін алу қиын болу, шамалы қиындау болады аналарын. Мынада жүріп почти отыр. Резинкасы болады. Соны алу қиындау енді. Шамалы мынадай сүйемникпен итеріп отырып бүйтіп алуға болады.